Дүкенде толып тұрған түрлі шырындардың қайсысы пайдалы? Сіз дұрыс сусын ішіп жүрсіз бе? Немесе үйде жауып алған компоттар пайдалы ма? Оның барлығын осы пайда мен зиян YouTube каналынан білетін боламыз. Алда өте пайдалы ақпараттар айтамыз, сондықтан каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Көптеген сусындардың пайдасы туралы ғалымдардың пікірлері әртүрлі. Мәселен, шай, кофе, тағы сол сияқты кең таралған сусындардың пайдалылығы туралы талас туғызады. Бірақ пайдалы екеніне ешкім талас туғызбайтын бір сусын бар. Бұл жеміс-жидек шырындары. Бұл генетикалық және биологиялық тұрғыдан алғанда құрамы жағынан ең қажет және ең бағалы, сусындық сапасы жағынан ең сүйкімді сусын екеніне бәрі де келіседі. Жеміс-жидек шырындары ғажап дәмді әрі хош иісті. Оларда жеміс пен жидектің құрамындағы барлық бағалы заттар, витаминдер, қант, органикалық қышқылдар, эфир майлары мен минералды тұздар бар. Шырындардың химиялық құрамы туралы кейбір деректерді кесте түрінде назарларыңызға ұсынып отырмын. Кестеге назар аударсаңыз, шырынның әр түрінің өзінше пайдалы екенін көресіз. Қара қарақат, апельсин, бүлдірген, томат шырындары С витаминінен бәрінен гөрі бай келеді. Мәселен, қара қарақаттың 100 грамм шырынында С витаминінің 1 күндік нормасы бар. 2 стақан апельсин мен бүлдірген шырынында, 4 стақаннан астам томат, алма, таңқурай шырынында шамамен осындай витамин бар. Өрік, жүзім, сәбіз, шие, алхоры шырындары С витаминіне кедейлеу келеді. Бірақ оның есесіне сәбіз бен өрік А витаминіне, каротинге бай. Шырындардың көпшілігінде, әсіресе апельсин, грейпфрут шырындарында салыстыра алғанда П витамині мол. Шырындардың бәрінде органикалық қышқылдар мен қанттар көп. Қант олардың тағамдық құндылығын арттырады. Калориясы жағынан шырындардың көпшілігі сүт секілді аса жұғымды өніммен кем түспейді. Ал жүзім шырыны тіпті асып та кетеді. Шырындардың бәрі организмге пайдалы, калий тұздарына өте бай. Алхоры мен өрік шырындары әсіресе жұмсақ етімен бірге болса, іші жиі қататын адамдардың ішек қызметін қалпына келтіруге көмектеседі. Шырындар қысқа оңай консервіленеді және жылдың барлық мезгілінде сүйкімді, пайдалы. Жас жеміс пен жидекке дәм беріп, жұпар иіс шашып тұрады. Аталған жеміс-жидек шырындарының бәрі сергіткіш, тыңайтқыш, әлдендіргіш әсер етеді. Олар тәбет шақырады, ас қорытатын сөлдердің бөлінуін күшейтеді. Сондықтан шырынды түскі немесе ертеңгі астың алдында ішкен жөн. Жеміс шырындары балаларға да, ересектерге де, егде кісілерге де бірдей пайдалы. Өкінішке қарай, біз оларға жеткілікті дағдыланбағанбыз. Оларды аз білеміз, аз бағалаймыз. Үй жағдайында шырындар даярлайтын қарапайым жабдықтар да әлі қолжетімсіз. Жаңа ғана дайындалған шырын консервіленген шырыннан әлдеқайда артық. Жеміс-жидек шырындарын әрбір отбасының күнделікті рационында, ең болмаса қысқы көктемгі кезеңде міндетті түрде енгізген жөн. Сіз айналаңыздағы адамдарға жеміс-жидек шырындары секілді өнімдердің пайдалы екенін жақсылап насихаттап, жарнамалай жүріңіз. Ол үшін біздің осы видеомызды жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Оларды да пайдалы ақпаратпен қамтамасыз ете жүріңіз.